Музей екен. Мәшһүр Жүсіптің міне музейіне кірдік. 150 теңге төлеп кіреді екен адам басына. Күшті, іші керемет қылып қойған міне музейін. Мәшһүр Жүсіп міне. Соның ұстаған заттары, киген киімдері, баласының киген киімі. Мынау біреу анасы, біреу әйел-ау деймін. Жақынырақ не алайыншы. Ақзейнеп Ысқаққызы, ақынның үлкен келіні дейді. Ақзейнеп Ысқаққызы. Так, Нұрила Тәшқызы, ақынның кіші келіні дейді. Екі келін екен, балаларының әйелдер екен. Мынау Иманғали Мәненов, ақынның шәкірті және атқосшысы болған дейді. Осылай, міне. Ұсталынған заттары, мына осы жақтан шыққан нелер ғой, енді знаменитый адамдар ғой. Знаменитый зиялылар ғой, в общем, ақын жазушылар. Жүсіпбек Аймауытов осы жақтан, Смағұл Сәдуақасов, Мұхтар Әуезовтер енді шығыстан. Әлкей Марғұлан мынау. Ұстаған чемоданы екен. Қалта сағаты дейді. Мына жағы. Мынау кітаптары мына. Арабшадан, парсы тілдерінен аударған сондай кітаптары мынау. Мынау жаңағы жатқан жер екен. Төсегі, кілеміне дейін бәрі сақталған екен. Мынау атының ері дейді. Сондай екен. Сосын мына жерде мінекей іші керемет екен. Мынау кім? Қонақ Мұхаммед Шарапетденұлы дейді. Ақынның немересі дейді. Немерелер екен. Мынау ұсталған шкафы дейді. Енді реставрация жасап қойған шығар. Мынау кім? Қасенғали Жүсіпұлы, ақынның жиені дейді. Жиені болғанда қызының несі да енді. Мынау да жиен екен, Жолмұрат Жүсіпұлы деген. Мынау киген киімі. Мынау мәшһүр Жүсіптің киімі екен. Мынау Мұхаммед Фазыл кіші ұлы дейді. Кіші ұлы. Үш ұлы бар ғой, Дони? Фазыл. Тағы кім еді? Қуандық беді? Үш ұлы бар ғой, осындай киімдері. Осындай екен музейінің іші. Жақсы, керемет. Түсіріп ала бер фотоға. Түсіре бер. Мына жақта жасаған еңбектері. Еңбектері мынау. Кітабы сондай. Кітаптары мына. Еңбектері мынау Қаныш Сәтбаев деймін. Қаныш Сәтбаев мынау осы өңірден шыққан ақын жазушылар деймін. Көзім жақсы көрмей жатыр. Лаура Жүсіпова. Бұлар немере шөберелер ғой. Мына жерде менің қызыма сабақ бергендер бар. Мыналар университетте істейді. Көбісі бар мыналардың. Мына Лаура Жүсіпова деген Дони сендерге сабақ берді ма? Естай Қуандықовш деген немересі берген. Бұл анау неде Павлодарда ПГУ Павлодар мемлекеттік университетінде жұмыс істейді бұның немерелері, шөберелері бәрі. Естай Қуандықовшың бар ма бұл жерде? Мына жақта міне үй іші, отбасы, сол бұрында жұмыс істеген кездері ма? Медаль. Мен де ақынмын, мәшһүр ақын дегенмен ол ақын болғанымен Құдайға жақын, сондықтан да мәшһүр адамзаттың әулиесі ғой дейді. Бұл Абай Құнанбайұлының сөзі екен. Керемет жазыпты міне. Абайдың мәшһүрға ырза болған екен. Адамзаттың асылы дейді.